Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге маған және менің отбасыма ұнайтын борщтың рецебімен бөліскім келеді. Жалпы бұл борщтың рецебі өте көп. Менің рецебімнің ерекшелігі, мен қуырмай пісіремін. Сонда да ол өте дәмді және ағзамызға өте пайдалы болып келеді. Олай болса, бастайық. Бірінші қазанымызға етімізді осылай саламыз. Үстіне суымызды құйып пісіріп аламыз. Және сонымен қатар бір пияз саламын, бетін жауып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін осындай көбіктері шықса, көбіктерін алып аламыз. Бір сағатта етіміз піседі. Сонымен қатар керек көкөністердің барлығын осы уақытта дайындап аламыз. Бізге керегі пиязды осылай 4 бұрыштап майдалап тураймын. Одан кейін керегі перецті де осылай ұзыншалап жіңішкелеп тураймын. Одан кейін картоп керек болады, 5-6 картоп, оларды осылай турап дайындап аламыз. Және сәбізді осындай теркадан өткіземін, жіңішке әрі қысқа болып өтуі керек. Осылай, және 2 орташа қызылша керек. Қызылшаны да осы теркадан өткіземін, жіңішке әрі қысқа қылып өткіземіз. Одан кейін бізге керегі капуста. Капустаны да ұзыншалап жіңішкелеп тураймын. Одан кейін бізге керегі тағы 2 немесе 3 тісше чеснокты турап дайындап аламын. Енді менде ет пісті, сүзіп аламыз. Бірінші мына жердегі жаңағы пиязды сүзіп алып тастаймын. Одан кейін етті аламын. Тағы да сорпадағы қалдықтарды осылай сүзіп аламын. Енді сорпамызға пияз, сәбіз, пересті қосып, араластырып қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнады. Осы кезде еттерді турап алдым мен. Еттерді саламыз. Тағы араластырамын. Және картоп пен капустаны осы кезде қосамыз. Екеуін бірге қосамын. Өйткені олардың пісу уақыттары бірдей. Тағы да бетін жауып қайнатып аламыз. 15 минутта піседі. Осы кезде тұзын көреміз. Менде етім тұзды, сондықтан тұзды қажет етпейді. Сіздер өздеріңіз қарайсыздар. Менде 15 минут өтті. Картошканы қараймыз, піскен. Енді паприка және қара бұрыш қосамын. Сосын чеснокты осы кезде қосамыз. Жақсылап араластырып қайнатамыз. Және менде су аз сияқты, сондықтан 1 кесе су қосамын. Одан кейін қайнаған күтеміз. Осылай қайнап жатқан болу керек. Осы кезде ең соңында барлығы пісіп болғаннан кейін қызылшамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Отты орташа отқа қоямыз. Айта кететін жайт, бұл 1-2 минут қана қайнатуымыз керек. Егер одан көп қайнататын болсаңыздар, ол жаңа түсі өзгеріп кетеді. Менде міне 1 минут немесе 1,5 минут қана қайнаттым. Осы жеткілікті, піспей қалады деп қорықпаңыздар. Өйткені ол жіңішке және қысқа болғандықтан олар тез піседі, қызылша. Енді отты өшіремін, өшірдім. Бетін жауып 5-10 минуттан кейін ыдысымызға құйып ұсына берсек болады. Менде дайын болды. Міне ыдысыма құйып жатырмын. Қарасаңыздар, түсі қанық, өте әдемі. Сонымен қатар дәмі де әдемі болып келеді. Жалпы бұл сорпа суда қайнатылып пісіргендіктен біздің асқазанымызға, жалпы ағзамызға өте пайдалы. Сондықтан сорпаны ішіп тұрыңыздар.
Менің рецептім осындай. Егер ұнап жатса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сау болыңыздар. Рахмет.